Егер сен депрессияда жүрсең, осы видеоны көр. Мен саған көмектескім келеді. Всем привет, менің есімім Айжан, жасым 25-те. Бұл видео өзімді таппай жүрмін, қазір депрессиядамын, мені ешкім қолдамайды, ары қарай не істейтінімді білмеймін деген адамдарға арналады. Потому что менде сондай периодтардың бірі болған. Мен почти 4 ай ештеңе істемей, үйде жатып, просто сериалдар қарап жүрген кездерім болған. И сондай жандар болса, прям қатты түсінемін. И одан қалай шығу керектігін де білем. Потому что ол менде 2022-2023 жылдар аралығында болған. И содан өзімді прям ямадан шығарып алдым деп ойлаймын да. Нақты қандай әрекеттер жасау керектігін де білемін. Вообще мен көп ойландым, бұның түпкі себебі неде, ондай состояние деп. И осындай тұжырымдамаға келдім, что сен өзіңді чувство виныға тығып жүресің, и өзіңді всегда кінәл сезінесің, ұяласың басқалардан. И содан кейін ғана осындай чувство болады, что сен депрессияда жүрсің, ештеңе жасағың келмейді, сен ештеңе қолыңнан келмейді, вообще все сен дносың деген сияқты. Если сізде қазір осындай жағдай болып жатса, ситуациялар болып жатса, нақты 3 әрекетпен бөліскім келеді, өзім жасаған. Ең біріншісі ол жалғыз қалып қалмау. Прям жалғыз қалып қалмаңыз, көмек сұраңыз. Өзіңіздің досыңыздан, ата-анаңыздан, қаншалықты ұят болып тұрса да, көмек сұраңыз. Өзіңіздің жақындарыңыздан, жақын деп санайтын адамдарыңыздан. И жаңа ортаға барыңыз, жұмыс істеңіз дегім келеді. Қоғамға шығыңыз. Егер қазіргі жұмысыңыз ұнамаса, жұмысыңызды поменяйте. Өзгертіңіз, басқа ортаға барып, сол жақтағы миыңызда жаңа нейрондар қалыптассын. Неге бұлай айтып жатырмын? Потому что менде басқа жұмысым болған, мен маркетингте жұмыс істеп жатқан болатын, и сондай депрессияға түсіп кеттім да, вообще жұмыс істеген жоқпын. Мен не істеймін деп ойладым. И прям шешім қабылдадым, маған жаңа адамдармен сөйлесу керек, араласу керек, бұлай жатуға болмайды. Потому что барлық адамдар жұмыс істеп жүр, өзінің бір өмірін сүріп жатыр да. Өзімді бір наблюдатель сияқты сезіндім, сырттан қарап тұрып, мен ештеңе істемеймін, менің өмірім құрылып жатпаған сияқты да. Сондықтан мен светотехника жұмысына кірдім, сол жақта продавец болып жұмысқа кірдім, жаңа ортаға кірдім и өзіме былай жоспар құра бастадым. Бұл жерде қанша уақыт жұмыс жасай аламын деп, 1 жылдан кейін менің өмірім қандай болу керек деп солай ойлаған болатын. Бірақ қатты ойға да беріліп кетпеу керек. Просто так өз өміріңізді сүріп жүре беріңіз и жеңіл ойлап бастаңыз дегім келеді. Все, осы жұмыста істеймін, осы жұмыста белгілі бір өзімнің миссиямды, белгілі бір пайдамды тигіземін деген сияқты. Енді екіншісі, мен жерге жазып алған болатынмын. Екіншісі, бір нәрсемен заняться етуіңіз керек, уақытыңызды өткізу и пайдалы болу да. И сол жаңа жұмысқа шықсаңыз, поменять етсеңіз, либо ол жерде прям өзіңіздің уақытыңызды өткізетін нәрселерді тауып алыңыз. Мен прям тауып алатын жоқ болса да, мен давай мен мынаны істейін деп өзімнің светотехника жұмысымда прям соларды жасайтын. Маған даже қатысты болмаса, давай мен осыны істеймін, мынаны істеймін деп өзіме көп жұмыс тауып алатынмын да. И уақытымды прям занять ететінмін. Соңғысы, ол өз хоббиларыңыз бар болса, оны возобновить етіңіз, жаңартыңыз, барыңыз. Мен мысалы теннис ойнауды жақсы көретінмін, теннисқа бара бастадым, настольный теннисқа. Сосын ағылшын тілінен курстарға бара бастадым, ол жақтан тоже жаңа орта таптым деген сияқты. Солай өзіңізді зерттеп бастауыңыз керек и жаңа хоббиларыңызбен, жаңа хоббиларыңызбен айналысып бастаңыз. Енді осындай депрессияда жүрген кезде жаман ойлар келеді, оны мен жақсы түсінемін, бірақ айтқым келеді, өмірдің мәні просто өмір сүру. Просто өмір сүріңіз. Қатты, прям бір тұңғиыққа батып, не істеймін деген сияқты жатудың қажеті жоқ. Это все нормально, осындай бір периодтар болады. Мен қазір өз-өзіме айтамын, мысалы, осындай периодқа мен қайтқым келмейтін да, и кейбір нәрселерден отказаться ете алмай жүрдім. И содан кейін өзім айттым, ол менің опытым. И қазіргі мен рост болуым үшін кейбір нәрселерден отказаться етуім керекпін, и бұндай жағдай қайталанбайды. Қайталанса да, мен одан қалай шығу керек екенін білемін. Менде уже опыт бар деп өз-өзіме сондай поддержка берген болатынмын. Сондықтан, егер сізде осындай состояние болса, айтқым келеді, это нормально. Все, өз-өзіңізге ең бірінші шешім қабылдаңыз. Взрослая позиция деп айтады. Ересек позициясына өтіп, шешім қабылдап, жұмысқа тұрып, уақытыңызды белгілі бір пайдалы істермен өткізіп, және өз хоббиларыңызға уақыт бөліңіз деп айтқым келеді. Егер осы видео белгілі бір ой салса, пайдалы болса, шешім қабылдап жатсаңыз, мен өте қуанышты боламын. Комментарийға жазып кетіңіз. Менің ютубыма, инстаграмыма подписаться етіп алыңыздар. Мен осындай пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Всем пока-пока.